Сәлем достармен, күні кеше Тим Кук мырза Apple компаниясының күзгі жаңалықтарын көрсетті. Ал сіздер каналға тіркеліп лайк басып отырыңыздар. Тим Кук мырза шығып алдымен нұсқадағы сағатын көрсетті. Экраны үлкейтілген, сұр, алтын және оранжевілік түсті болады. Және титанды алтын түспен боялған. Pro Max наушниктерге USB Type-C қосқан, одан әрі шумадавсыз AirPods 4 көрсетті. Apple компаниясы OpenAI-мен бірігіп, Apple интеллигент ойлап тауып, ChatGPT-ді Siri'ге қосты. Енді Siri ақылдылау болды. Енді нағыз жаңалықтар, ол iPhone 16-ын түк өзгермеген. Өзгергені артқы екі камерасы тігінен орналасқан және арнайы камераға арнап батырма қосты. Жаңа батырма профессионалды фотоаппараттағыдай функцияларды орындайды. iPhone камерасына тіпті жақсы болды. Айтқағы басқаша анық түстермен телефондарды бояған екен. Қуанытатындығы телефонға жаңа бірегей процессор Apple 18 Bionic орнатқан арнайы жасанды интеллекттермен ойын үшін. Pro нұсқалары диагоналды өсіпті. 6-да 1-ден 6-да 3-ге, ал Max нұсқасы 6-7-ден 6-да 9-ға. Экран бұрыштары жіңішкеленген, батареясы үлкейтілген, көпке жетеді. Ішінде 18 Pro Bionic процессоры орнатылған. Консольді компьютердегі ойындарды ойнау үшін телефондағы 4 динамикті жаңа деңгейге апарған. Ол дыбыс жазатын студиядағындай толық шумсыз дауыс жазады. iPhone Pro нұсқаларына сары, алтын, сұр және қара түстерін бояған. Камераларын айтпай-ақ түсінікті, мықты тек 120 кадр секундына 4К видео түсіре алады. Нағыз кинодағыдай